Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Вирсус. Бүгін біз сандықтар ашатын боламыз. Бүгінгі видеода мен 3 аккаунтымнан да ашатын боламын. Жалпы енді ана испытанияны өте алмай қалдық. Енді біз көріп отқанымыздай мега копилка шығыпты уже. Оның бәрін ойнайтын боламыз. Мінекей демондардың восхождение демоны деген шығыпты. Оның бәрін алдағы уақытта ойнайтын боламыз. Кейбір заттарды бесплатно беріп жатқандарын ашып тастаған едім. Жалпы енді осындай азғантай заттар қалыпты. Енді осыларды ашамыз. И потом мен енді 2 аккаунтымнан ештеңе тиіскен жоқпын. И олардыкін ашатын боламыз. Айтпақшы, оларда мега ящик берген. Неше көп предметші дәйтеу. Соны ашатын боламыз. Осы аккаунтты ашқан видео бар еді. Енді оны білмеймін, салам ба салмайым ба. Көре жатамыз. Мінекей көріп отқаныңызды эпический. Мінекей ештеңе түспейтінді белгілі. Дос, мен қайта оралдым ба, қайта видео түсіріп бастайтын болам. Енді тоқтамай түсіретін шығамын. Арада көп уақыт өтіп кетті. Оның арасында сіздер 200 подписчикқа жеткізіп тастапсыздар. Базар жоқ. Почти 200 екен, 195 па сондай. Сіздерге өте үлкен рахмет. Енді соны 200-ге жеткізіп тастайық. Мінекей мынау бір осылай алдық. Мінекей и бак болып тұрған секілді. Бұны да ашып көрейік. Енді ашыла ма, ашылмай ма? Ашылып кетсе енді қызық болар еді. Енді көре жатамыз. Саған ашылып кетеді. Мінекей көріп отқаныңыздай дымда болған жоқ. Қайтып шығып қайта кірдім. Мінекей восхождение демонов дейді. Бұл да енді мен бұрынғыдай тупить етіп скин алмай қалмаймын. Енді бәр скинді алуға тырысамын. Мінекей көріп отқаныңыздай 30 блингиді 10 монетаға ауыстырасын еді. Ауыстырып көрейік енді. Ауыстырып кішкене көбірек подарка аламыз ба? Білмеймін енді. Мінекей шықты уже 10-ды бір кемге дейді. Жоқтан не болып кетті бұл? Мінекей. И тағы күтейік енді. Енді не шығатын белгісіз. Мінекей шыққан секілді. Мінекей. И бір кем 33 блинги дейді. Что-то көбейтіп аламыз ба? Жоқ. Жоқ. Бұл просто зат екен. Просто айналдырып жатыр енді. Осы үшін бірін таңдау керек енді. Осы 33 блинге тұра берсін. Мінекей көріп отқаныңызда бұл жерде бұрыққа мұнандай керемет скиндар шығыпты. Бұларды алуға болатын еді. Бірақ мен бұл жерде басқа скинді алғым келіп отыр. Қарап отқаныңызда қайсы деп ойлайсыз? Әрине бұл Покконың. Осы керемет қара шашты адам түрі екен, өте мықты. Кімге ұқсайды екен түрі? Кім еді? Кімге ұқсайтын жазып кетіңіздер комментарияға. Дұрыс таңдаған адамға лайк басам. Мінекей керемет скин екен, эпический дейді. Мынандай скинді алмасақ болмайын деп тұр. 4000 ғой, 4000 блинги тұрады екен. Оны ала салайық ондай болса. Әйтпесе блингилер жинап тастағым, бірақ алғатын скин жота қимай жүрмін. Ол скинді алып кішкене обложкама қойып қой. Мінекей и енді басқа да скиндар бар екен. Мына что за банановый кольт. Мінекей осындай говно лау екен. Жақсы, бірақ мына Бровын деген скинді алуға болады енді. Қалай ойлайсыздар, алайын ба, алмайын ба? Комментарияға жазып кетіңіздер, енді оған дейін кетіп қалмаса. Мінекей 15 монета бар екен. Бұны ала салымыз, біз енді халявщикпіз. И бұл жерде Амбер мен Тараға әдемі скиндар бар екен. Романтический Пайперді алмайсыз, өйткені ол простой эмоциясы жоқ. Ална бедовая Тара деген енді әдемі екен. Тарада басқа қандай скиндар бар? Мінекей менде керемет скины бар екен. Одан да біз осындай кочевница Тара или осы екеуін таңдаңыздар, комментария жазып кетіңіздер. Қайсысын таңдаған дұрысырақ болады. Соны алатын болам. Тағы басқа қандай скиндар бар, соларды айтыңыздар, мен алатын болам. Әзірше бізде коллекциямыз кішкене толып жатыр. Мына жерде мінекей 10 подарка дейді. Қанша күнге дейін созылады екен? Нақты, мінекей ютубқа кіріп кеттім. Жақсы, енді ондай болса біз жаңағы затымызды қарайық. Поккомсы мінекей керемет скин. Мынандай да скин бар екен. Desperado деген. Бірақ жаңағы скин маған қаттырақ ұнап тұр енді. Кішкене өзгеше басқалардан қарағанда, өткені бұл типа адам. Мінекей. Жалпы мексиканский стиль, в общем, әдемілеу көрінеді әлі. Мексиканский, испанский ма, в общем, мінекей керемет скин.
онда болса келесі аккаунтқа кеттік, и сразу бізге маленький ящик беріп жатыр екен. Өйткені мына Бекоштың аккаунтына кірмеген ем. И білесіздер, бұның соңында бір фотарка береді, и бізге ворон түскен еді. Бұл летчик ворон, бәсе скин екен. Екі ворон неғып алдында алған секілді едім деп қоям. Мінекей, ештеңе дамымаған, ештеңе ойналмаған ворон, и бізге осындай скин. Жалпы простой, өзі де әдемі еді. Бірақ осыны қоя салып, енді кішкене әдемілеу болып тұрсын деп айтайын десем, бұл да әдемі емес екен. Өтірік істей салған секілді, бір 30 ба, сондай ол. Онда болса мыналардың бәрін ашатын боламыз, өйткені суперсилы көп деген халява беріпті. Бұның бәрін ашамыз қазір, достар. Лайк басып, комментария жаз кетіңіздер. Мінекей не түсті деп ойлайсыздар, немесе сіздерге не түсті бұдан, жаңағы супер ящикта не түскендерін жазып кетіңіздер. Осында иконка игрока беріп жатыр, золотой дак. Мықты жаңағыдай бір кристалл адамға керегі жоқ, соны ала салайық. Мінекей бұл жерден бізде не түседі екен, 10 стар дроп. Мінекей ондай үлкен мықты бағалы ешкеңе түсіп жатқан жоқ. Рецепт блинги ма жоқ, не значок түседі. Мінекей сверхредкий, жалпы легендарный бұдан түседі ме екен. Бұл енді ашқанда эпическийдан артып кетіп бара жатқан жоқ, енді эпический түсіп жатыр. Әзірге осы ғана. Мінекей айтқанда мифический түсті, базар жоқ. Бірақ бұдан ештеңе түспеді, иконка игрока дейді. Аша береміз енді, до конца бізде әлі 2 легендарный бар, 2 легендарный стардроп пен жаңағыда үлкен мега ящик бар. Бұлардан енді түсу керек деген ойдамын. Хотя бы бір скин түссе әдемі болатын еді. И бізге осындай кімеді, Байронға, пляжный Байрон деген әдемі скин түсіп кетті. Жақсы, өте жақсы. Ойлаған едім, ештеңе түспейтін шығар деп едім, бірақ түсті. Бұл енді бұның өзі плюста екенімізді көрсетеді. Мінекей золотой дактың скин алғанша кішкене мына легендарныйларды алып түсіп, и мінекей 33 блинге ала салады. Мінекей енді легендарный стардроп ашайық. Ішіне не түседі деп ойлайсыздар. И ашамыз, и ворнға қайтадан скин түсті. Мінекей белый ворн деген. Пойдет, жақсы белый ворон дейді. И екіншісін ашып жібереміз, сразу бізге гиперзаряд кромға түсті. Жақсы, пойдет, әдемі. Енді мұна үлкен ящикті ашамыз. Ішінен неше предмет түседі екен? 12 ма? Или қанша еді? Жоқ, 21 предмет деген базар жоқ. Бұларда көп түседі екен. Көбісі енді білінги. Бұл до конца аша береміз енді. Мінекей бізде, мінекей жанды, бұның ішіне не түседі екен, скин түсу керек. И бізге Дэрилға, мінекей керемет кекс Дэрил деген скин түсті, әдемі екен. Коронасы бар еще. Тағы бірдеңе түседі ма екен деген оймен аша берейік енді. Спрей дейді, иконка игрока, значок. Ештеңе түскен жоқ. Жаңа скиннің өзі шені окуп болып қалатын шығар. Мінекей и золотой дакты да ала саламыз. Мінекей әдемі скин болды. Скиндар жинап берді, суперсил өзі тегін. Мінекей ворнға өте мықты деп айта алмайтын, бірақ енді бұнау скин нормально секілді, чем жаңағы адмирал генералға қарағанда. Мінекей дакқа золотой дак па, или дракон дак кішкене нормальный көрінеді енді. Бәрімен бірдей скинмен жүгіргенше, чем дракон жақсы секілді. Тағы не бар екен, қарап жіберейік. Мінекей ганжет алған екен, білмеймін, бұрын алған секілді, жаңа түсірмеген едім. И бізге Дэрилда мінекей мега ящик Дэрил мен талисман ба, в общем, сол Дэрил бар екен. И бізде мінекей кекс Дэрил, әдемі скин. Осымен ойнайтын шығармыз енді. Жалпы бұл аккаунтқа ойнамайтын да екенмін. Ертең демонның заттан ашып ойнайтын боламын. Мінекей бұл жақта скидка береді екен, бізде бермейді. Өйткені біз алдық, бізге 2 есе бағамен береді. Мінекей осы. Ондай болса 3-ші аккаунтыма кеттік. Мінекей Versus'тың 2-ші аккаунты. Бұл жерде енді не болып жатыр? Мінекей клубқа 4 адам бар екен. Руслан дейді, сразу
Бұлай болып кетті, түсініксіз болып кетті. Достар, енді сіздерді осы клубқа шақырамын. Егер де менің основной клубыма кіре алмай қалсаңыздар, осы клубта сіздерді күтетін боламын. Бұл клубта мықты дамытсақ деген ойдамын. Мінекей. Бұл жерде енді мен асықпай бірінші ящиктерді ашатын секілдімін. Стардроптарды. Потом бар, керек емес подаркаларды аламын. Мінекей 15 монетамды алып кетейін. Ондай болса аша берейік. Өткен мен что-то бір миымның легендарный түсіп кетті, базар жоқ. Пайпер шықты, базар жоқ. Бұл аккаунтта білесіздер, енді ондай көп пайыз жоқ. Новенький аккаунт екенін. Негізі менің по плану мен бұл аккаунтты дамытуым керекпін. Мен тупо тек зат ашып жатырмын ғой, енді алдағы уақытта дамытамын деп ойлаймын. Енді дамыту керекпін. Мінекей, в общем, жеке контент қой, бұл да бір аша берейік. Енді бұл жерде ештеңе түсе қоймас, жаңағыдай легендарныйдан кейін. Бұл аккаунтта енді 3 легендарный болып ашылды ма, сонда ашылатын болады енді. Жақсы, енді тағы не бар еді? Келесі 10 ашайық. 10 қайда? Міне мына шетте екен. Бұдан тиесіз ашып тастау керек енді. Ондай бір мықты нәрсе түседі деген ойда жоқ енді. Жалпы бұл аккаунтқа енді скиндарды көп түскен жоқ еді. Білмеймін, енді жалпы көбінесе байец беріп жатыр. Чем бравлерге қарағанда. Не айтып кеттім? Бравлер беріп жатыр. Чем скинға қарағанда, енді скин түскен бізге кішкене жақсы. Но бравлер әдемірек, в общем. Көреміз енді не түсетінін. Не түссе де әйтеуір бітіп қалды, енді базар жоқ. Ондай болса легендарныйларды аша берейік. Бұны ашпай тұрып лайк басып, подписаться кнопкасын басып кетіңіздер. Мінекей басамыз. Ішінен гиперзаряд. Тикқа мықты. Тикқа гиперзаряд керек. Енді мен жалпы кішкене таңдырып жатырмын. Ранговый бойға қай бравлерлерді дамыту керек. Бізге Сэнди түсіп кетті. Базар жоқ. Бірінші легендарный байетіміз Сэнди. Менің основной аккаунтымда Сэндиді алмай жүрмін. Базар жоқ. Мінекей иконка игрока. Алып алайық. Бұларды айтпақшы, мен бірінші мұнан ящиктерді ашам деп алып заттар алып жатырмын. Енді ящиктің ішіне 24 предмет түсті. Манағыдан үшеуіне көп. 2 бравлер түседі деген ойдан. То есть 2 тул, в общем, скин либо бравлерді, в общем, приз беретін шығар деп. Бізде 8-ші предметтер жанып жатыр. Ашамыз. Ішінен скин. Достар, скин. Сербер тик деген осындай әдемі скин түсті, достар. Сразу бізге екінші скин. Синий панчер фэнк деген әдемі скиндар түсті. Көріп отқаныңыздай әдемі заттар беріп жатыр екен. Что-то бізде естіп қалды деп. Скин түспейді дегенге 2 скин сразу қатарынан берді. Мінекей ашып тастаймыз бөлді. Жаңа кристалл тұра берсін. Мінекей, бұл жерде не бар? Қызық емес енді. Бұлар всегда тұрады. Емізді алмай қой әзірше. Онда болса кішкене бір итог жасап жіберейік. Мінекей осьминог или осы фэнк жақсы секілді. Өткен бұда эмоджи бар екен. Сенде алдық. Мықты olsun. До конца 7-ші уровеньге дейін дамытып тастайық. Мінекей. Енді тағы не бар еді? Бізде мінекей пайпер бар екен. Пайперді до конца дамытып тастайық. До конца дегеніміз 7-ші уровень. Жалпы арғары ақшамызда жетпейді екен. Мінекей Цербертик деген мықты скин. Жалпы өзіме осы скин ұнайтын еді. Астамда аккаунтыма керек еді. Жалпы бірақ енді осы аккаунтқа түсіпті. Бұның өзі жақсы көрсеткіш. Мінекей уникальный значок, анау бәрін беріп жатыр. Ондай болса осымен видео аяқталған секілді. Менің клубыма кірмеген жандар болса кіріп кетіңіздер. Керемет клуб. Мінекей осы тұрған шошқаны ашатын боламыз, бірге қызықты заттар болады. Алдыңғы главный кланмен конкуренция болады. Мінекей осындай болды бүгінгі видео. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұнаған болса лайк пен подписаться кнопкаларын басып, маған 500 подписчикқа жетуге көмектесіп кетсеңіздер үлкен, в общем, көмектесеңіздер сіздерге үлкен алғыс білдірер едім. Мінекей. Ондай болса видео осымен аяқталды достар. Сіздермен болған мен Вирсус. Қош
сау болыңыздар достар.